Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін неқтан егіп отыр. Крышаның шкуркасын мынандай ағаш істеп алдым міне. Мына жағының ойығына келтіріп істеп алдым. Осымен шпаклевканы да осымен жағам, шкурканы да осыған келтіріп шкурклеп отырмын. Бүйтіп ап. Тағы бір слой қалды шпаклевка. Мына жақтарына да, мына жақтары киіп қалды кішкене. Күндікіге почти келіп тұр. Тағы бір слой жақсам уже келетін сияқты. Мына жақта сварка көріп жатыр. Қазір көрсетемін не екенін. Жаңа сваркіленіп жатқан мынау асты тесілген бачок. Мынаған есіп қойды. Бұл ана балапан шығаратын тауық жату үшін. Мына жақта да шпаклевка жағылып жатыр. Аст жақтары бітіп тұр почти міне. Мына алдына қосылған қара телевизорды мына қара краскасын толық кетіріп тастау керек. Бұл краска жаңағы тат басып кетпеу үшін себілген краска негізі. Толық шкуркілеп кетіріп тастап, одан кейін үстіне грунтовка шашылып, сосын краска шашылады. Смола жағып жатыр, эпоксидный смола. Қазір айтам не үшін екенін. Астын көрсетем, мынандай смола эпоксидный. Отвертительмен бірге. Эпоксидный смола не үшін жағылды? Жалпы мынандай трещиналар бар. Көрінеме қазір камераға. Мына сияқты трещиналар бар. Ескі шпаклевканың трещинасы. Мына жерде бар. Мына жақта бар міне. Мына жақта бар міне. Не үшін бұл трещина? Бұл бампердің үстіңгі жағы пластмасс. Астыңғы жағына стекловолокнодан қосқан. Қазір аяқтан астынан көрсетейін міне. Бампердің міне үстіңгі жағы мынау пластмасспен тұр. Мына жерден кесіп салған, астыңғы жағы міне стекловолокномен шығарылған. Міне, мына жақта да көрініп тұр стекловолокномен. Стекловолокномен шыққасын, оның үстіне шпаклевкамен тегістейді. Ол шпаклевка ең кішкентай жері жарты сантиметр, 1 сантиметрге дейін кетеді. Сол себепті біз қазір мынаны трещинаны тоқтату үшін до конца қырып баратын болса, оған уже көп шпаклевка жағуға тура келеді. Ол кәдімгідей жұмысы көп. Сол себепті эпоксидный смола жағылды. Бұл смола тесттің арасына кіріп қалады. Егер керек болса тағы да бір слой жағамыз. Тесттің арасына кіріп қалғасын, кепкесін шкурклейміз.